А, Б, С кездейсоқ оқиғаларынан тек қана А оқиғасының орындалғанын жазайық. Яғни бірінші есепте тек қана А оқиғасының орындалғанын жазайық. Яғни Б, С оқиғасы орындалмаған. Екінші есепте А және Б орындалып, С-ның орындалмағанын жазамыз. Яғни А, Б оқиғалар қатар орындалып, С-ның орындалмағанын жазамыз. Бұл көбейту ережесімен өрнектеледі. Бұл есептер. Үшінші есепте барлық үш оқиғаның да орындалғанын жазатын болсақ, яғни А және Б және С оқиғаларын орындалғанын жазамыз. Бұл да көбейту ережесімен өрнектеледі. Төртінші есепте кем дегенде бір оқиғаның орындалғанын жазамыз. Ол А болуы мүмкін, немесе Б болуы мүмкін, немесе С болуы мүмкін. Яғни қосындымен өрнектеледі. Бесінші есепте кем дегенде екі оқиғаның орындалғанын. А, Б оқиғасының орындалғаны, немесе А, С оқиғасының орындалғаны, немесе Б, С оқиғасының орындалғанын жаздық. Алтыншы есепте тек қана бір оқиғаның орындалғанын. Яғни ол А оқиғасының орындалуы мүмкін, Б, С орындалмай, немесе Б оқиғасы орындалуы мүмкін, А, С орындалмай, немесе С оқиғасы орындалуы мүмкін, А, Б оқиғасы орындалмай. Жетінші есепте тек қана екі оқиғаның орындалғанын жазамыз. Яғни екі оқиға қатар орындалса, оны көбейту ережесімен жазамыз. Ол бірінші А, Б оқиғасының орындалуы мүмкін, С оқиғасы орындалмай, немесе А, С оқиғасы орындалуы мүмкін, Б оқиғасы орындалмай, немесе Б, С оқиғасы орындалуы мүмкін, А оқиғасы орындалмай. Сегізінші есепте бірде бір оқиғаның орындалмағанын жазамыз. Яғни үш оқиғада қатарынан орындалмаса, онда көбейту ережесі арқылы өрнектеледі. А оқиғасы орындалмаған, Б оқиғасы да және С оқиғасы да орындалмағанын жаздық. Тоғызыншы есепте орындалған оқиғалар саны 2-ден артық емес болатынын жазамыз. Яғни 2-ден артық емес болатынын жаздық. Бірінші жағдайда А немесе Б немесе С оқиғаларын кем дегенде біреуінің орындалуы, яғни бұл Б оқиғасы А-ның салдары болғандықтан Б немесе С оқиғасының орындалатынын білдіреді. Екінші жағдайда, яғни Б А-ның салдары болғандықтан Б және С оқиғалары қатар орындалады. Оны көбейту ережесі арқылы жазуға болады. Үшінші, яғни Б А-ның салдары болғандықтан А оқиғасы немесе С оқиғасының кем дегенде біреуінің орындалатынын білдіреді екен. Екі ойын сүйегі қатар тасталды. Элементар оқиғалар кеңістігінің неше элементтен тұратынын табыңдар. Бұл жерде әрбір ойын сүйегінде 6 элементтен болғандықтан, екі ойын сүйегін қатар тастағанда элементар оқиғалар кеңістігі, яғни 6-ны көбейтеміз 6-ға тең 36. Яғни 36 элементтен тұрады. Үш мерген нысанаға бір-бірден оқ атты. А бірінші мергеннің тигізуін, Б екінші мергеннің тигізуін, С үшінші мергеннің тигізуін білдіретін оқиғалар болсын. Егер бірінші және екінші мергеннің оқтары нысанаға тигені, үшінші мергеннің мүткеткені белгілі болса, онда осы оқиғалардың орындалғанын не орындалмағанын анықтайық. Бірінші жағдайға келетін болсақ,
бірінші жағдай бірінші атқыш тигізеді, ал екінші атқыш тигізіп, үшінші атқыш мүлт кетуі болған оқиға. Екінші жағдайда екі атқыштың да тигізіп, үшінші атқыштың мүлт кетуі мүмкін болған оқиға екен. Екінші жағдайда. Үшінші жағдайда бірінші атқыш мүлт кетіп, екінші атқыштың тигізуі немесе үшінші атқыштың тигізуін білдіретін оқиға екен. Төртінші жағдайда үш атқыштың да тигізетінін білдіретін оқиға. Бесінші жағдайда алдыңғы екі атқыштың нысанаға тигізіп, үшінші атқыштың мүлт кету оқиғасын білдіреді екен. Енді осы теңдіктің қайсысы орындалатыны, қайсысы орындалмайтынын анықтайтын болсақ, онда бірінші жағдай орындалады, екінші жағдай орындалады және бесінші жағдай орындалады екен. Орындалады, яғни ақиқат. Есептің бастапқы берген шартына, яғни бірінші, екінші мергеннің оқтары нысанаға тигені деген сөйлемді негізге ала отыратын болсақ, және 3 пен 4 орындалмайды. Өйткені бұл жалған. Өйткені бұл 3 пен 4-те, яғни үшінші атқыштың да нысанаға тигізген жайында айтып тұр. Ал есептің барысында үшінші атқыш мүлт кетуі керек.